қалайсыз? Образыңыз күшті екен. Андай ерекше көрінген түстерді алған сияқтысыз тез кетсе ойнап күшті болып тұрсыз. Айдана сүйікті болу ма, әлде сүю ма? Уақыт өте келе сүйікті болу деген шешімге келдім. Сондай шешімге келдіңіз. Қызға жақсы көріп керек емес сияқты. Сонда қызда қандай сезім болу керек? Қызда сенімділік, сосын сыйластық. Сондай сезімдер ғана болса, дәл сол махаббат қаласын. Ара қашықтағы махаббатқа сенесіз ба? Иә. Бір уақыт адалдық болса, негізі білмеймін, расстояние ондай ешнәрсе кедергі емес деп ойлаймын. Жақсы көріп тұрса. Сізге сүйген адамыңызды кешіру оңай ма? Оңай ма? Кешірімдім негізі. Нені кешіре алмайсыз? Сіз қалайсыз? Қалайсыздар, қайратын. Үміткеріңіз қалай? Үміткеріңіз күшті. Күшті бір видеолар жасап жүрсіздер, е? Иә, бір кездесулер. Қол ұстасып жүрсіңдер ма? Жоқ, қол ұстасып. Қол ұстасып. Ау? Мәрнасы бар, сондай. Қол ұстасып болған жоқ. Диас, сіз үшін сүю маңызды ма, әлде сүйікті болу маңызды ма? Ер адам үшін сүю маңызды, әйел адам үшін сүйікті болу маңызды. Сіз әйеліңізден, мысалы, қызыңыздан жақсы қаттырақ жақсы көрсеңіз, ол сізге норма, е? Әрине, қаттырақ жақсы көру міндетті еркек адам. Бар да, мысалы, еркектер мен жақсы көру керек деген. Олар андай көкірегі келіп қалған еркектер ғой. Былай еркек адам жақсы көру керек. Қалайсыз? Қалайсыздар өзі? Қалай мына образ сіздерге? Күшті болып тұрсыз. Бір корейский жігіттер ұқсап. Драмада актерлар сияқты. Деп айтып жатыр енді өзі, бірақ мен айтып жатырмын, бір андай неприятный шалдар болады ғой. Соған ұқсап тұрсыз. Көңілге қарамайды екенсіз, е? Ойнап айтамын ғой. Күшті болып тұрсыз. Нұржан, сіз үшін ара қатынаста сіз жақсы көруіңіз маңызды ма, немесе сізді жақсы көруі маңызды ма? Соңғы ара қатынастан кейін ештеңе маңызды емес. Главный сыйластық болып қалған. Өзім ретте боламын. Еркек сыйлап тұрсын болып қалған өзім ретте боламын. Бұл бір үндеу дейсіз ғой. Травма мен. Еркек сыйламайтын қыздардан травма алдым. Халықтың алдында түсірмесе болды. Қалған өзім шешіп аламын. Махаббат уже андай екінші орынға қалады. Иә. Сыйластық болу керек. Құр махаббат ештеңе шықпайды деген қорқып қой. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Дүние кеттім сонда. Демалыс күнін қалай өткіздіңіз? Менде соңғы кездері мүлдем демалыс болып жүрген жоқ. Демалыс күні жұмыс істедім. 24-7 дейсіз ғой кәдімгідей. Гаухар ханым, сізге сүю маңызды ма, сүйікті болу маңызды ма? Бұрында мен үшін сүю маңызды болған сияқты болған, қазіргі кезде сүйікті болу маңызды. Бәрі бір андай күйініп жауап беретін сияқты осы сұраққа, е? Енді сүйдік көрдік қой, басымызға тиді, енді бір сүйікті болғым келеді. Ал ара қатынас на расстоянии сенесіз ба онда? Мне кажется, болмайды. Болмайды ма? Сіз нені кешіре алмайсыз? Сатқындықты. Сатқындық қана ма? Көбінесе сол ғой, сатқындық. Қалайсыз? Тынбай еңбек етудесіз. Аллаға шүкір. Контент дейсіз ба? Бірақ анау өзім рубрикамды қойып жатырмын қазірше. Кейбір жандар көңіліне тиіп кетіп жатыр екен да. Бір ұшу керек болған өзі сондай, е? Аягөздің тойы қалай өтті? Өте жақсы өтті. Бір көтеріп қайттыңыздар, е? Көтересің ғой. Мен бардым, значит көтердім деген сөз. Бекзат, сізге ара қатынаста сүю маңызды ма, сүйікті болу маңызды ма? Сүю маңызды. Сүю. Мен ойлаймын, керісінше сияқты сізге. Өтірік айтып отырсың сыртым жылтырап тұрған мен жақсы көрсін деп тұрмаймын мен ше. Мен сүймесем, мен кішігірім болсын жақсы көрмесем ше, ол адамды алыстатып тұрады жанымда. Сіз жалпы негізі маған бір ретте айтқансыз, мен отношенияда баспен кіріп кетпеймін, всегда бүйтіп алыстап тұрған деген сияқты. Соңғы кезде білмеймін, адамды жақсы көруім. Соңғы кездері сүю қиын болады. Иә, адамды жақсы көруім, адамға бауыр басуым қиын деген ше. Кез келген уақытта қиып кете аламын. Ол жақсы көрген адамның андай қызға байланысты ғана емес, ол дос болсын, бауыр болсын, жігіт бұл қарамайды, қыз. Неге ондай?
білмеймін, сондай болып кетті соңғы кезде. Адамға бауыр баса алмаймын ше. Тас жүрек болып баратқан шығарсыз. Тас жүрек болып баратқан шығарсыз. Или мен андай қатты жақсы көрмеген шығармын әлі. Мүмкін одан да шығар. Онда Нұрдәулет Шерхандардың айтқаны рас болып тұр ғой. Сіз жақсы көруді әлі басыңыздан өткеріп көрмедіңіз. Неге? Ол жақсы көріп иллюзияға түсіп кетуге де болады да ше. Мүмкін олар иллюзияға түскен шығар. Қалай Жанболат? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Демалысым күшті болды. Не істедіңіз? Жоспарларымыздың бәрі жүзеге асты. Ұйқы қанды. Ұйқы күшті болды. Түгелдік. Жанболат, сіз үшін сүю маңызды ма, әлде сүйікті болу маңызды ма? Сүю маңызды. Неге? Сүю керек қой. Сізді ертең қызыңыз сізден сәл азырақ жақсы көрсе, ол нормально, иә? Ер жігіт қаттырақ сүю керек. Ол не үшін? Енді қыз қалай айтсам екен, сезім болса болды ол. Значит, сені тастап кетпейді. Ал ер жігіт жай жақсы көрсең, көңілі басқаға алып кете береді да, сондай қасиетіміз бар негізі жігіттердің. Сол себептен ер жігіт қаттырақ жақсы көру керек. Арке, қалайсыз? Қараңыздаршы. Бұл неге бұндай болды деп қоямын. Перемены к лучшему болып тұр ғой. Екі жақтан да сондай болып жатқан сияқты. Значит, дұрыс болды айырылысқанымыз. Арке, сіз үшін сүю маңызды ма, сүйікті болу маңызды ма? Сүйікті болу маңызды. Неге? Өз тәжірибеме сүйене. Бірінші, потому что ара-қатынаста мен қатты сүйдім. Бірінші ара-қатынаста? Да. Бұрынғы күйеуіңізді айтады. Мен қатты жақсы көрдім. В итоге кішкене бәрібірден, мне кажется, отбасын сақтап қалу үшін ер адам қатты жақсы көреді. Даже любое отношенияда, например. Осы отношенияда тоже мен қатты жақсы көрдім в итоге. Сіз осы отношенияда мен қаттырақ жақсы көрдім деп ойлайсыз, иә? Ну, может, даже не қаттырақ, ол да қатты жақсы көрді. Просто, может, мен қатты усилия. Қалайсыз, Лаура? Жақсы, рахмет, өзің қалайсыз? Жақсы. Лаура, сіз Айжанмен ұрысып қалғансыздар ма? Иә. Неге? Білмеймін. Өзі маған ренжіп жүр. Не екенін білмеймін. Не екенін де білмейсіз ба сонда? Примерно білемін. Не екені? Жәнібек үшін. Жәнібек үшін? Сіз не істеп қойдыңыз Жәнібекке? Ештеңе істеген жоқпын. Сұрап, қасынан не істеген жоқсыз ба? Жылаған жоқсыз ба? Ондай ештеңе жоқ. Білмеймін, не істеген жүрген жалпы былай түсіндіріп айтқан жоқ маған. Лаура, сіз үшін сүю маңызды ма, сүйікті болу маңызды ма? Сүйікті болу маңызды. Неге? Өйткені әйел баласы сүйікті болу керек деп ойлаймын. Ал ер адам көбірек жақсы көру керек әйел адам. Ал ара қашықтағы ара қатынасқа сенесіз ба? Сенемін. Егер адам шын сүйсе, ара қашықтық әсер етпейді адамға. Бір-бірін жақсы көрсе. Қалайсыз, Айжан? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Айжан, сіз бір кісімен ұрысып қалғансыз ба? Иә. Неге? Солай болып қалды. Қандай себеп? Себеп өте нашар. Айтқым келмейді ол жайлы. Жәнібек емес па? Мүмкін ол да бар шығар. Айжан, сіз үшін сүю маңызды ма, сүйікті болу маңызды ма? Сүйікті болу. Неге? Өйткені мен өзім сезіміме нық сенемін. Мен если ол адамды сүйсем, мен сүйе аламын. И маған ол адамның сезімі важны. Сол үшін маған сүйікті болу маңызды. Ал ара қашықтағы ара қатынасқа сенесіз ба? Сенемін, иә. Ол мүмкін нәрсе, иә? Мүмкін нәрсе. Кейбір, мысалы, жандар бір жылдай, көрмейді бір-бірлерін 2 жылдай. Ол мүмкін бе? Мүмкін. Помните, айтуға бола ма, білмеймін.